На следующий это все говоришь. Что я делаю? Сейчас 4 часа будет. Собираем. Вы там уже привыкли к прямому эфиру? Ну, какой там уже, да? По идее, как же привыкли. Ничего, с кем с пивом выступать. Вам же по району, да? По району. Это кто получается? Штат или штат будет? Да. Или этот житель Бухаржавского? Все будут смотреть. Прямой эфир. Как где? Телеэфир. Камера когда? В WhatsApp как с утра. WhatsApp? Инстаграм. Вы можете прямо сейчас зайти тоже в Инстаграм, посмотреть. Читатели. Здесь будут, знаете, библиотекари всего района тоже. Как? Библиотекари всего района будут. Ага. Все соединяются. Ну, что за окурма? Мы всех же жерма. По поселку. Мы всех же жерма. Бұл енді 39 кітапхананың бәрі кітапханашылар осыған кіреді. Что вы? Қайырлы таң, құрметті оқырман қауым. Аудандық орталық модельді кітапхана ұйымдастыруымен Instagram әлеуметтік желі арқылы онлайн форматта өтетін сұхбаттасу кешіміздің құрметті қонақтары Бұқар-Жырау ауданының бас мемлекеттік санитариялық дәрігері Санжар Бекмұратұлы және Бұқар-Жырау ауданының орталық ауруханасының эпидемиолог дәрігері Бақыт Хамидоллақызы. Әлемде жаулаған індет бойынша сұрақтарға тікелей эфирде жауап беріледі. Баршаңызды COVID-19 індеті туралы көкейіңізде жүрген сұрақтарыңызды қоюға және қатысуға шақырамыз. Назарларыңызға COVID-19 індеті туралы бейне баян. Вирус деген не? Латын тілінен аударғанда вирус сөзі у дегенді білдіреді. Ол жануар, өсімдік пен бактерия клеткаларының ішінде ғана көбейетін биологиялық инфекция объектілері. Вирус геномның құрамына пішіні мен көбеюіне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Қытайда анықталған COVID-19 коронавирустардың бір түрі. Жаңа вирусқа мұндай атау сыртқы қабықшасының тәжіге ұқсас формасына орай берілген. Әлемде нақты қанша вирус бары белгісіз, миллиардтаған түрі бары ғана анық. Олардың кішкентайлығы сондай, электронды микроскоптан ғана көрінеді. Вирустар өздігінен өмір сүре алмайтын, сүрсе де тәуелсіз тіршілігі көпке созылмайтын паразиттер. Олар көбею үшін клеткаға ену тиіс, сондағы заттарды өз компоненттерін қалыптастыру үшін пайдаланады. Вирустар адамнан адамға тарайды. Науқас адаммен жақын сөйлескендер, инфекциясы бар тағамды ішіп жегендер, не вирус ұшып жүрген ауамен демалғандар жұқтырады. Сирек жағдайда олар бір түрден екінші бір түрге өтіп кетуі де мүмкін. Вирустар тұмау, эбола, шешек құтыру және спид сияқты адамзат тарихындағы ең ауыр індеттердің себепшісі. Олар өсімдіктер арасына тарап кетсе, егін шықпай қалуы да мүмкін. Вирустарға антибиотиктер әсер етпейді. Онымен вирусқа қарсы дәрілер немесе вакцина ғана күресе алады. Оның пайдалы тұсы да бар. Вирустарды ген терапиясына кейбір түрін емдегенде жетілдірілген биологиялық құрал ретінде қолдануға болады. Енді біз сұрақтарымызды қойып отырсаңыз, алдын ала бізге WhatsApp желісінде және электрондық почта арқылы оқырмандардан сұрақтар келген. Соны оқып. Әлемде болып жатқан індет барлық елді жаулап алды десек те болады. Қазіргі статистика бойынша вирусты жұқтырғандар саны 40 миллионнан асты. Өзіміздің өңірдегі көрсеткіш қандай? Бұл сұраққа мен жауап беріп өтіп кетейін. Әрине өте орынды сұрақ. Қазіргі таңда біздің ауданда
490-ға жуық адам коронавирус инфекциясын жұқтырады. Олардың 90% не болмаса 460 адам коронавирус инфекциясына жазылып шыққан. Қазіргі таңда 100 мың санға шаққандағы 82,2% құрады ауру ауданымызда. Олардың 199-ы симптомсыз ауырып жатты, жазылып шықты, ал 291-і симптоммен. Расскажите о мерах предосторожности в нашем поселке. Какие меры должны? На сегодняшний день меры предосторожности – это в первую очередь защитить себя, своих близких. Это социальное дистанцирование, масочный режим, а также проведение массовых мероприятий временно мы приостановили. Своим постановлением мы запретили все массовые торжественные семейные мероприятия. Если люди будут соблюдать все эти меры, социальное дистанцирование, масочный режим, тогда у нас не будет вспышки заболеваний. Кезекті сұрағымды қойғым келіп отыр. Қазан айының 26 жұлдызында кентіміздегі қазақ мектебін қашықтықтан оқуға жіберіп жатыр. Мысалы, менің өз ұлым 1-ші сыныпта оқиды. Тым болмаса, 1-ші сыныптағы 3 сыныпта алып қалуға болмайды ма, немесе 3 ауысымға ауыстыруға? Қазіргі таңда біздің қолданып жатқан шараларымыздың барлығы бұл біздің балаларымыздың денсаулығын нығайту және оларды қорғау болып есептеледі. Ал мынау мектептерді қазіргі таңда онлайн формат дейміз, оқуға жөнелту үшін ол өздерінің ұйымы бар, білім басқармасы және де білім беру ұйымдарының бастықтары бар. Олар өздері мынау қазіргі таңда болып жатқан жағдайларға қарап шешім қабылдайды. Және де бізде оларға ұсыныс ретінде айтқанбыз. Егер де интернет желісі дұрыс істеген жағдайда балалардың денсаулығы үшін оларды онлайн форматқа не болмаса ертерек каникулдарға жіберуді. Қай уақытқа деген белгісіз ба? Қай уақытқа дейінгі олардың онлайн форматта оқитыны эпидемиологиялық ахуалдың тұрақталуына байланысты қандай да бір шешім қабылданады. Рахмет. Является ли ковид излечимым заболеванием? Да, конечно, коронавирусная инфекция излечима. Определенно против этого вируса нет препарата, но лечение проходит по протоколу, по установленному утвержденному протоколу. В нашей больнице есть инфекционное отделение, которое мы развернули летом на 70 коек, и 10 коек у нас есть в поселке Габидина-Мустафина. И хочу сказать, что изначально было открыто пульмопровизорное отделение, в котором пролечилось более 700 человек, и в инфекционном отделении при первой волне коронавирусной инфекции было пролечено более 60 человек. Спасибо за ответ. Дезинфекциялауға арналған ультракүлгін шам індетті жоюға мүмкіндік береді ме? Әр мекемеде болу керек пе? Әрине, бұл сұрақ өте орынды сұрақ. Менің ойымша әр мекеме басшысы және де барлық мынау қазіргі таңда бізде жұмыс істеуге рұқсат берілген мекемелердің барлығы ол ультракүлгін сәулесімен инфекцияның қандай да бір түрін жоюға өте ыңғайлы және жақсы, қауіпсіз деп білеміз. Ол әр мекемеде болғанын біз ұсынамыз. Әрине, ол болса, ол өздерінің өздерінің коллективінің арасында денсаулықты сақтауға жақсы көмектеседі. Болу міндетті. Енді біздің ұсыныс әрине болса, ол қауіпсіз болғаны дұрыс. Следующий вопрос. Распространяется ли ковид через домашних животных?
Изначально было как предположено, что коронавирус к нам как распространился от летучих мышей, да, как мы читали. Но доказательств того, что инфекция передается через домашних животных, там кошек, собак, там коров и так далее, нет. Поэтому считается, что коронавирусная инфекция через домашних животных не передается. Только от человека к человеку. зімбір лимон коронавирусқа қарсы тиімді құрал болып табылады ма? Зімбір лимон деген как продукты, ол иммунитетті өте жақсы нығайтады. Нығайту үшін өте пайдалы. Зімбірде вирустардың өсуін төмендететін зат бар. Сонымен қатар зімбірде барлық маңызды амино қышқылары бар. Лимонда білесіздер, С дәрумені өте жоғары. С дәрумені иммунитетке өте пайдалы. Бірақ та ол как лечение сияқты, емдеу сияқты қолданып, как вспомогательное лечение можно применять такие продукты, как имбирь, лимон, там, чеснок, лук и так далее. Ол негізінде ол бағана имбир болсын, чеснок болсын, олардың барлығы ол алдын алу шаралары. Ол ауруды емдейді деген емес. Ол тек қана соларды қолдансақ, біздің иммунитетімізді біз нығайтамыз. Сол себепті оны қолдануға біз ұсынамыз, бірақ ол жерде тағы айтайық, ол ауруды емдейді деген нәрсе емес. Ол тек қана алдын алу шарасы. Және иммунитетті нығайту. Тағы да бір сұрағымыз, защищает ли алкоголь от вируса ковид? Нет, алкоголь, это вообще неправильно так думать. Алкоголь от коронавирусной инфекции не защищает, поскольку алкоголем обеззараживается только пищевод, да? Глаза, там, руки, нос, там, дыхательные пути не обеззараживается. И поэтому считается, что это очень ошибочное мнение о том, что алкоголь помогает в профилактике коронавируса. И вы знаете, что любые спиртные напитки, они оказывают очень токсическое действие на организм, и в результате чего болезнь может быть усугубляться, и выздоровление замедляться. Поэтому не рекомендуют употреблять алкоголь. Ни в целях профилактики, ни в целях лечения. Спасибо. Здесь вопрос сельского округа центральный. Скажите, пожалуйста, если будет новые заболевшие в селе центральной, снимут ли карантин по истечению 2-недельного объявленного карантина? На сегодняшний день село центральное, можно я вот изначально хочу, почему мы закрыли? В целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в связи с тем, что было зарегистрировано среди коллективного, так скажем, среди коллектива, где большое число человек работает и контактирует между собой. В связи с этим было принято решение региональным оперативным штабом областью о закрытии на блокпосты, на карантин село Центральное. В связи с ростом заболевших в течение 3 суток у нас был рост заболевших 12 случаев коронавирусной инфекции. В связи с этим мы приняли решение оперативным штабом о закрытии села Центральное. Когда будем открывать село Центральное из карантина? Тогда, когда уже после последнего человека как выздоровеет, 2 недели пройдет инкубационный период, так скажем, да, и уже мы можем уже на смягчение идти по карантину в село Центральное. Спасибо. Вопрос от читателя нашей библиотеки. Добрый день. Скажите, а именно в поселке есть случай заболевания детей вирусом Кавасаки? Вирусом Кавасаки. Вообще
Кавасаки это не как заболевание, это как синдром идет, как осложнение после коронавирусной инфекции. И у нас, да, один случай был летом зарегистрирован. Этот ребенок лечился в Астане. Ну вот, один случай с синдромом Кавасаки был зарегистрирован. Мұрынды тұз ерітіндісімен тұрақты түрде шаю ковид жұқтырудан қорғайды ма? Мұрынды тұрақты тұз сумен шаю, можно просто, да, отвечу. Также нет таких прям прямых доказательств, что именно вот полоскание соленой водой защитит от попадания вируса там, в дыхательные пути, и в нос, в горло и дыхательные пути. Но как профилактика, вы знаете, что любой вирус, он боится влаги, и вот здесь соленая вода создает такую шелушную среду влажную, в котором замедляется тоже рост вирусов, бактерий и так далее. Поэтому сказать, что вот если вы будете прям регулярно полоскать утром, там, в обед, вечером и не заболеете коронавирусной инфекцией, нет, так не скажу. Но это поможет снять боль в горле, допустим. Но, еще раз повторюсь, эта практика не предотвратит попадание вируса в легкие. Поэтому как цель профилактики, конечно, можно вспомогательный метод. Но все-таки основными мерами профилактики являются отношение масок, как сказали, и соблюдение дистанции и регулярное мытье рук с мылом. Если же нет под рукой мыла, воды, то нужно обязательно носить с собой уже карманный антисептик. Әрине бұл бірінші кезекте тұзды сумен ауызды, мұрынды, тамақ шаю деген ол біздің қазіргі таңдағы науқастарды емдеуге арналған методика емес. Ол жай ғана кімдердің адамдардың өздері шығарып алған или болмаса соған ұқсап нелерге әртүрлі интернет желілері бар ғой қазіргі таңда. Қаншама нәрселерді оларды научный дәлелдемесе де, бірақ оларды шығара береді, жаза береді, үйтіңдер, бүйтіңдер деп. Оған мен біздің аудан тұрғындарын, қонақтарын, мен ондай әртүрлі нәрсеге сенбеуге шақырам. Және де бағана Бақыт Қамдулланың айтқан сияқты, бірінші кезектегі профилактика, ол адам ешқандай қаупі бар адамдармен қарым-қатынаста болмау керек. Әлеуметтік арақашықтықты сақтау керек. Маска тағып, егер адам көп шоғырланатын жерлерге барсаңыз, маска тағып барыңыз. Және де бір жабық зданияның ішінде 15 минуттан аспайтындай шаруаларды бітіріп, тез шығып кету керек. Қолда антисептикпен әрдайым жуып, тазалап, және де әр үйге келген сайын бір нәрсеге жанассаңыз, бірдеңені ұстасаңыз, ол кезде обязательно қолыңызда обработка жасауыңыз керексіз. Если в нашем районе увеличится число зараженных, отправят ли учреждение на удаленную работу? Қазіргі таңда Қарағанды облысының бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысы бойынша біз мемлекеттік қызметшілер, квазигосударственный мемлекеттің қызметкерлерінің барлығын 50% қашықтықтан жұмыс істеуге ұсыныс білдіріп, оларға қатаң түрде соны ұстануды тапсырдық. На сегодняшний день по постановлению Главного санитарного врача Карагандинской области 50% государственных служащих, а также квазигосударственных органов, они должны перевестись на удаленный режим работы. Рахмет. Следующий вопрос от читателя Центрального сельского округа. Скажите, пожалуйста, о заболевшем коронавирусной инфекции положено бесплатное лекарство? Конечно. Они должны обращаться в больницу. Зависит от степени тяжести заболевания. Если
уже такая средняя тяжесть, тяжелая тяжесть заболевания, то это лечится в условиях стационара. Как вы знаете, в стационаре оказывается бесплатная помощь, лекарственная помощь. А вот то, что вот бессимптомные, которые вот выявляются, некоторые бессимптомные виды коронавирусной инфекции, они находятся вот по наблюдениям на домашнем карантине, за ними вот в течение 14 дней наблюдают, и как таковых препаратов назначают. Спасибо. Следующий вопрос. Как ранее говорили, осенью будут болеть дети. Это правда? Кавасаки и COVID-19, они взаимосвязаны между собой? Ну, я еще раз повторюсь, Кавасаки это не заболевание, это синдром. Это идет как осложнение от коронавирусной инфекции. Поэтому это очень редко встречающаяся форма осложнения. Ну, будем надеяться, что дети наши болеть не будут и осложнений таких тяжелых не будет. Ну, вообще это связано между этой болезнью, да? Получается как? Вы говорите, это синдром. Он не болел коронавирусом, но он все равно может быть заболеть. Нет, или как? Если это будет идти как осложнение, Осложнение после Да, коронавируса, да? Да. Идет как синдром Кавасаки. Но как отдельно он тоже может. Он и может и отдельно быть, да? Да. Ну вот это вот, точно. Вот вирусная инфекция, вот этой Но там Кавасаки. уже немножко другая форма. Только дети будут заболевать Кавасаки или и взрослые могут заболеть? Это все зависит от организма человека. Это ребенок или же взрослый человек, это все зависит от организма, от иммунитета приобретенного человека. И если там Кавасаки, скорее всего, вы со мной согласитесь, то все зависит от индивидуального организма каждого человека. Рахмет. Келесі сұрақ, үйге қонақ шақыруға бола ма дейді. Мен бағана ғана айтып өтіп кеттім ғой. Біздің мынау бірінші кезең дейміз, волна орысшасы, иә. Бірінші кезеңде біз өте көп қателіктер жібердік деп айтсақ болады. Яғни бұл адамдар өзіміз. Неге? Өйткені бірінші кезеңде біз ескерткен кезімізде біз айттық, тоқтатыңдар, бармаңдар, қонақ шақырмаңдар, қонаққа бармаңдар. Өзіңді денсаулығыңды және өзіңнің отбасыңның денсаулығын сақтаңдар деп. Сол кезде ешқайсымыз құлақ асқан жоқпыз. Содан кейін не болды? Өздеріңіз де білесіздер, больницаларда орын болмай қалды. Ескертуді тыңдаған жоқ. Тойды да өткізді, жасырынып, мынау үйдегі мерекелік іс-шараларды өткізді, жасырынып. Ол жерлерге біз енді қазақ, Аллаға шүкір, біз ата-анамызды, әжемізді барлығын құрметтейтін және оларды шақыртып, бірінші болып соларға ас беретін адам қонақжайлы халықпыз ғой. Дәл сол кезде қаншама жағдайға біз жолықтық. Яғни қонаққа шақырып, өзінің әкесін, өзінің шешесін, не болмаса мынау үлкен қарт кісілерді, солардың бір шамасынан біз айырылып қалдық. Осы коронавирустық инфекциясының кесірінен. Сол нәрсе қайталанбау үшін, мынау қазіргі таңда сұрақ қойып жатқан өте әдемі, өте орынды сұрақ. Адамдардан сұрайтыным, бірінші кезекте сіздер ойлаңыздар, ата-аналарыңызды және де үлкен-үлкен қарт кісілерді. Олар бізді ойлап, бізді осыншама дәрежеге жеткізді, тәрбиеледі, өсірді, өндірді. Енді біз де оларды ойлап, кішкентай сабырлық сақтап, ұжымды болып, осы барлығымыз жұмыла көтерген жүк жеңілдейді. Соған шақырам аудан тұрғындары, оқырмандарды. Себебі егер біз жұмылмасақ, мынау инфекцияны жеңу тек қана медицина қызметкерлері, не болмаса санэпидслужба дейміз, олардың қолынан келмейді. Ол тек қана бірлесіп, осы халық болып, бірлігіміз жарасып, ғана жеңе аламыз.
Рахмет жауабыңызға. Келесі сұрақ. Қазір карантин деп жатыр. Дегенмен кинотеатрларда ашылады дейді. Ол сонда қалай? Бұл жерде кинотеатрлар ашылу қалай болады? Ол кезең-кезеңмен болады. Біздің Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысы бар. Ол жерде анық көрсетіліп жазылған. Яғни жасыл жасыл кезекке кірген облыстар ғана солар ғана бағанағы кинотеатрлар ашуға және де ТРЦ дейміз, ойын сауық нелерді ашуға рұқсат беріледі. Бірақ та, егер репродуктивность заболеваемости будет ниже, если будет ниже, чем республиканская. Пневмонияға қарсы вакциналар ковидтан қорғайды ма? Жоқ. Пневмония вакцинасы ковидтан қорғамайды. Ол тек қана пневмониядан қорғайды. Пневмонияға қарсы вакцина алған адамдар 5 жылға дейін иммунитет пайда болады. Рахмет. Вопрос насчет маски. Обязательно ли под открытым небом носить маску? Здесь вот, видите, это все зависит от того, что где вы находитесь и с кем вы находитесь и на каком расстоянии. Если вы под открытым небом идете один, и у вас социальное дистанцирование соблюдается, и вы ни с кем не общаетесь, тогда носить маски не рекомендуется. Но при появлении одного из этих пунктов сразу надо носить маски, потому что маска защищает. Если человек зараженный, а вы здоровый человек, если у вас маска имеется и у зараженного имеется маска, ну так скажем, да, это буквально, тогда на 99% защищает маска от перезаражения. Осы індетті жоюға табылған жағдайда бұл тамырмен жойылып кетеді ме, әлде тұмаудың бір түрі ретінде қала береді ме? Жоқ. Вакцина, егерде коронавирусқа қарсы вакцина шығарылса, ол мүлдем коронавирустық инфекцияны жояды деп айта алмаймыз. Себебі әрбір вакцина, любая вакцина не может полностью искоренить инфекционное заболевание. Поэтому считают, если будет разработана такая вакцина, которая сейчас работает, то мы не можем говорить о том, что она полностью искоренит это заболевание. Мен толықтырып өтіп кетейін, бұл жерде қараңыздар. Біз гриппке қарсы грипп плюс вакциналарын аламыз ғой. Бірақ ол кезде бізге гарантия бермейді ғой, сендер қайттан тұмаумен ауырмайсыңдар, дұрыс па? Ол жерде тек қана иммунитетті, біздің иммунитетімізді нығайтады. Ол бағанағы вакцина. Ал грипп келген грипп, ол біздің организмге кірген грипп. Ол жерде жеңілетті, ұтылып. Одан кейін бізде легкий степень, жеңіл түрінде өтіп кетеді. Сол себепті ертеңді мынау коронавирусқа қарсы вакцина ойлап табылған кезеңнің өзінде де, дәл осы қазіргі гриппке қарсы вакцина сияқты, ол кезде бағанағы біздің иммунитетті нығайтады организмдегі, ал вакцина оған көмектеседі, сырттан келген бағанағы коронавирус уже кірген кезде жеңіл түрінде өтуі мүмкін. Бұл бірақ әлі дәлелденбеген. Бұл не бойынша әлі жұмыс жүргізіліп жатыр. Келесі сұрақ. Бұқар Жырау ауданы Ботақара кентінің нөмір 1 қазақ орта мектебінің бастауыш сыныптары дүйсенбіден бастап қашықтықтан оқиды. Мектепте егер ешкім ауырып жатпаса, қандай шешім қабылданады?
Мен айтып жатырмын ғой, бұл жерде бірінші кезекте біз мынау ауданымызда болып жатқан мәселені ескердік. Екінші кезекте бүкіл облысымызда қазіргі таңда балдардың қаншамасы ауырып жатыр. Олардың көбісі әрине жеңіл түрінде өтіп жатыр ауруды. Дегенмен де біз әрі қарай оны жас кішкентай балдар ауырғанмен оларда жеңіл түрмен өтеді. Бірақ үйінде қарт кісілер бар, қариялары бар, олардың ата-аналары бар, иммунитеттері олардікі әлсіз болатын болса, олар сол ата-аналарына ертең зиян тигізуі мүмкін. Сол себепті мынау қазіргі таңдағы қабылданып жатқан шешімдердің барлығы ол әрине бірінші кезекте балалардың денсаулығы және біздің қарт кісілеріміздің денсаулығын ойлап істелініп жатқан біздің жұмыстар. Тағы сол оқырманнан келіп түскен бірінші сынып оқушыларының ата-аналары жұмыста болған жағдайда балаларды қалай оқытамыз? Бұл жерде мен айтып жатырмын ғой, біз как бір ұсыныс ретінде айттық, бірақ бұл шешімді мекеме басшылары өздері қабылдайды. Қандай түрде оқытады, онлайн түрінде или болмаса өзіміздің офлайн түрінде, яғни мектепте. Оның бәрін ол бірінші мекеме басшылары және де білім бөлімі солар шешім қабылдайды. Тағы айтып кетейін, сіздер мысалы қазір өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Олар мектепке бармаған кезде олардың ата-аналары жұмыс істейді, олар қайда барады. Ал бірақ демалысқа шыққан кезде балаларыңызды, ал сіздер жұмыста жұмыс істейсіздер, ал сіздер сол кезде балаларыңызды қайда қоясыздар? Жоқ, бұл жерде сұрақ бірінші сынып оқушылары әлі жаңа ғана әріп үйренген кезде олардың қасында отырып оқыту керек деген сияқты ғой, қашықтықтан оқыту. Оның қасында. Оны түсіндім, бірақ сол бірінші сыныпты бірінші тоқсан аяқталғаннан кейін 2 апталық, 3 апталық демалысқа жібереді ғой. Сол кезде сіз балаларыңызды қайда қоясыз? Келесі сұрақ. Скажите, пожалуйста, в течение какого времени приходит результат анализов по коронавирусу? В течение, максимум 2 дня. Вообще, день-два. В связи, иногда вот у нас мы работаем с 2 лабораториями, это Инвиво в городе Караганда и Центр национальной санэкспертизы при департаменте. Если там загруженности нет, если да, вот да, хотела тогда сказать. в течение сутки. Если загруженность большая, тогда в течение суток. В течение 1,5-2 суток. Рахмет. Біздің кентімізде 7 мыңға жуық тұрғындар бар. Індет өршіген жағдайда ауруханада қанша адамды жатқызуға болады? Төсек орны қанша адамға есептелген? Біздің ауруханамызда инфекциялық бөлімінде 70 орын бар. Ол осы Ботақара кентінде. Сонымен қатар Мұсақин кентінде 10 орын бар. Жалпы 80 орынға инфекциялық бөлім ашылған. Бірақ та вспышка дейміз ғой, сондай жағдай болып тұрса, Да, я добавлю. Да. Бұл жерде әрине бізге қазір таңда ауданымызда орталық ауруханада 70 орынға төсек орын жайылған. Және де Мұстафина кентінде 10 орынға төсек орын жайылған. Тағы ескертіп кетейін. Ауру егер симптомсыз, яғни адамда ешқандай бір организмде қиыншылық болмаса, ол кезде біз олардың барлығын үй карантинінде қалдырамыз. Ал егер симптоммен ауырып, орташа және де орташадан жоғары аурушаңдықта ауырса, ол кезде біз оларды инфекциялық стационарларға жатқызамыз. Біз мынау қалаға жақын орналасқан аудан болғандықтан, егер ауыр жағдайда жатқан науқастардың көбісі Теміртау қаласына, Қарағанды қаласына жатқызуға жібереміз.
Ал біз өзіміз жеңіл түрінде ауыратын және орташа жеңіл түрде ауыратын ауруларды ғана біз өзіміздің ауруханада ұстаймыз. Сол себепті біз ойлаймыз, егер де бір ықтимал болжам дейміз ғой, сондай екінші толқын болып жатса, ол кезде әрине резервтік тағы орындықтар ашуға қарастырылған, ол нәрселерге дайындық жүріп жатыр. Нет. Следующий вопрос. Если работников учреждения отправить на удаленную работу, сохранится ли заработная плата? Бұл жерде енді жұмыскер мен жұмысшының ортасындағы келісім шартқа байланысты. Мен оларды білмей тұрып, бір сұраққа, бұл сұрағыңызға мен ондай жауап бере алмаймын. Сақталама, сақталмайды. Келесі сұрақ. Тексерістер қаншалықты жиі жүргізіледі? Мемлекеттік органдарда немесе дүкендерде? Мобильді топтың қазіргі таңда 900-ден аста, індет басталғалы бері 900-ден аста объекті, субъектілерді тексерді. Мекемелерді, оның ішінде мемлекеттік мекемелер бар, оның ішінде жеке кәсіпкерлер бар. Солардың қазіргі таңда құқық бұзушылық дейміз ғой, әкімшілік құқық бұзушылық хаттамасы толтырылғаны. Төтенше жағдай алып тасталғаннан кейін, карантин шаралары енгізгеннен кейін 18 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамасы толтырылды. Және де бір үйде екі мерекелік шара, біреуі қыз ұзату, үйдің ішіндегі мерекелік іс-шара тоқтатылды. Ол адамдарға да әкімшілік құқық бұзушылықтар хаттама толтырылды. Және де бір мерекелік іс-шара, ол жерде кафе дейміз, яғни тамақтандыру орталығы, сол жерде өткізілгенін біз біліп, мобильді топ оның алдын алып, оларды тоқтатып, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылды. Егер де қандай да бір осындай, мен тағы аудан тұрғындарын шақырып өткетейін, сондай құқық бұзушылықтарды анықтап жатсаңыз, үйінде не болмаса мекемелерде өткізіп жатқан бір іс-шаралар, егер оларда әлеуметтік арақашықтық сақталмаса, және де олар қандай да бір көңілді или сондай іс-шара өткізіп жатса, бірінші кезекте біздің орталық 109 деген сеніміміз бар. Сол орталыққа хабарын беріп, қай аудан тұрғын екеніңізді, және де қай жерде қандай мереке өткізіліп жатқанын айтсаңыз, ол кезеңде уже мобильді топ барып, оларды тоқтатып, және де оларға әкімшілік жауапкершілікке тартамыз. Бізде кітапханада іс-шаралар өткізуге болмайды. Немесе қанша адамға шейін қамтылуға болады? Кітапханаларда ол, көрдіңіз бе, сіздердікі жабық орталық болғандықтан, бұл жерде тез-тез ауаны ауыстырып тұру керек. Әр 2 сағат сайын, әр 3 сағат сайын бұл жерде дезинфекциялық шараларды қолданып отырып, жуып, тазалап, сүртіп жүру керек. Сол себепті оқырмандарды қазіргі таңда бізде заманымыз 21 ғасыр дейміз, интернет желілері дамыған заман. Сол интернет желілер арқылы кітап оқуды, онлайн түрде оқуды біз ұсынамыз. Ал бірақ енді жоқ, бізге кітап оқимыз десе, ол кезеңде келіп 15 минут, 20 минуттың ішінде керекті кітабын алып, содан кейін барып үйінде оқуға біз ұсынамыз. Рахмет. Бізде ауданнан шыға беріс жолда блокпост, сондайлар қойыла ма алдағы уақытта жаңағы? Бұл біздің эпидемиологиялық тұрақтылығымызға байланысты. Егер де бізде ауру тіркелмесе, және де ауру асқынып, өршіп, таралып кетпесе, әрине оны қоюдың бізге керегі жоқ. Ал егер де адамдар, біздің аудан тұрғындары тыңдамай, әртүрлі іс-шараларды өткізіп, инфекцияны жұқтырып, медициналық мекемелерде орын төсектер қалмаған жағдайда біз әрине
блок бекеттерді орнатуға шешім қабылдаймыз. Алдында айтқан 30 адамға дейін жиналуға болады деп. Қазіргі таңда ол мүмкін бе? Мынау Қарағанды облысының бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысы бойынша, жаңа қаулысы бойынша, әрине мынау біздің тамақтандыру орталықтары дейміз, кітапханалар дейміз, және соған ұқсаған қаншама мекемелер, олардың барлығын біз жұмыс кезеңін бөлдік, ол жерде алгоритм бердік, алгоритм бойынша қараңыздар, жуып, шайып, тазалап отырыңыздар, және де біз не үшін оларға рұқсат береміз 30 адамға дейін, себебі ол жерге кіреді, тамағын ішеді, шығып кетеді. Ол жерде 3 сағат, 4 сағат отырып, мынау жабық ненің ішінде, мекеменің ішінде ауаны жұтпайды. Яғни ол жерде таралуы қиындау болады. Егер барлық біздің жазған алгоритм бойынша жұмыс атқаратын болса. Сол себепті оларға 30 адамға дейін бір кезеңде емес, тағы айтайын, бір кезеңде емес, бір уақытта емес. Олар келіп, тамақты ішіп кетеді. Бірақ бір отырған кезінде 30-дан аспау керек. Және отбасылық мерекелік іс-шаралар өткізуге рұқсат берілмейді. Рахмет. Қорытындыласақ, өз ойларыңыз тұрғындарға, оқырмандарға айтар. Құрметті аудан тұрғындары, оқырмандар, уважаемые жители района, читатели, хотелось бы еще раз напомнить, казалось бы, уже избитые, банальные рекомендации, но они действительно действенны. Просим вас соблюдать все рекомендации, которые даются медицинскими организациями. Это содержать в чистоте свои руки, регулярно мыть руки. Оказывается, в течение часа мы неосознанно прикасаемся вообще к лицу более 15-20 раз, вы представляете, да? Поэтому очень часто нужно мыть руки на работе, обеззараживайте поверхность стола, компьютера, клавиатуры, даже сотовый телефон, носите с собой одноразовые антисептические салфетки, которые вы будете протирать сотовый телефон. Носите маски, маски нужно в течение 2-3 часов обязательно менять. Соблюдайте дистанции, воздержитесь от поцелуев, рукопожатий. Что еще можно сказать? Укрепляйте свой иммунитет, очень важно, тем более сейчас осенний, зимний период начался, когда необходимо пить витамины. Доказано, что витамины D3, магний, B12 при употреблении этих 3 комплексов витаминов хорошо укрепляется наш иммунитет. Также, как мы ранее говорили, такие продукты, как лимон, имбирь, чеснок, лук, все это может тоже способствовать профилактике коронавирусной инфекции. Поэтому еще хочу порекомендовать заниматься активной физической активностью, бег, ходьба, дома какие-то упражнения делать. Это тоже поможет содержать в тонусе ваше физическое тело и, естественно, влиять на сам настрой, что немаловажно, иметь такой позитивный настрой, несмотря на то, что мы переживаем такие времена. Поэтому и также проветривать дома помещения, часто проводить дома влажную уборку, особенно дверные ручки, санузлы и так далее. Спасибо вам большое за вопросы, было очень интересно присутствовать на вашем мероприятии, и спасибо за такие интересные вопросы, что говорит о том, что действительно
эта тема не безразлична для наших жителей, читателей. иә, қорытындылай кететін болсақ, мынау мен бірінші кезекте біздің жастағы, біздің орта жастағы, иммунитеті қалыптасқан, иммунитеті мықты, ағзасында әртүрлі инфекцияға ауруға төтеп беретін иммунитет қалыптасқан жастарымызды бірінші сіз өздеріңізді ғана емес, сіз өздеріңіздің үлкен ата-аналарыңызды, атаңызды, әжеңізді, соларды да ойласаңыздар, олардың иммунитеттері бізге қарағанда әлдеқайда нашар, және де олардың әртүрлі инфекцияға, әртүрлі микробтарға тез жеңіледі. Сол себепті мынау мерекелік, отбасылық іс-шараларды уақытша сабыр сақтап тоқтата тұруға шақырамын. Және де адам көп шоғырланатын жерлер болса, баратын болсаңыздар, әрине әлеуметтік арақашықтық, маска кию, қолды әр бірдеңеге жанасқан кезде қол әлбетте оны тазалап, антисептикпен обработка жасап отыру керек. Және де мынау бірінші кезеңде менің айтатыным, біздің мемлекеттік мекемелер жұмыс атқарып жатыр, бірақ ол жұмыс пайдалы болады қашан егер де сіздер бізге көмектесіп, біздің айтқан тәсілдерімізді орындайтын болсаңыздар, яғни біздің айтқан ұсыныстарымызды. Ал егер де сіздер біздің айтқан ұсыныстарды орындамай, әртүрлі мерекелік іс-шараларды жасырын түрде өткізіп, не болмаса ауырған жағдайда сіздер үйде үй карантиніне жатпай сыртқа шығып далаға қыдыратын болсаңыздар, сіздер ойлаңыздар, уже қаншама адамға зиян келтіріп жатырсыздар. Сол себепті мынау біздің мемлекеттік мекемелердің істеп жатқан жұмысын суға кетірмеу үшін сіздерді барлық жазылған карантиндік нормаларды сақтауға шақырамын. Спасибо огромное за то, что пригласили меня на такое мероприятие. Огромное спасибо читателям, а также жителям нашего района за такие вопросы. Конечно, это говорится о том, что они все еще верят и верят в нас, что с нашей стороны оказывается все максимальные работы проводятся, профилактические дезинфекции в местах массового скопления людей. А также через ЛСО мы каждый сельский населенный пункт, я могу вот так сказать, что у нас есть чат, где скидывают, где громкоговорителями мы сообщаем, чтобы они защищались, чтобы они защитили себя, в первую очередь, своих родителей, своих близких, родных. Вот эти все работы проводятся, но, я еще раз говорю, если вы сами не будете помогать нам, государству, сам государство ничем не может противостоять этому вирусу, поэтому призываю вас всех соблюдать все карантинные меры, а также социальное дистанцирование в местах массового скопления людей, а также ношение масок, а также не собираться более 3 человек, вот такие карантинные меры. Еще раз хочу насчет наших родных и близких и старших поколений, да, вот они, да, я понимаю, они должны сейчас идти получить там пенсии свои. Давайте, молодые мы же есть, давайте мы им поможем. Пускай они не выходят из дома. Если какие-то продукты или же еще что-то такие. У нас у всех есть дети, внуки. Давайте вы их попросите, чтобы не подвергать себя и своего здоровья к риску. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Большое спасибо за внимание. Я бы еще хотела добавить, если у вас возникнут такие катаральные явления, как температура, да, боли, першение в горле, резкое повышение температуры, недомогание, незамедлительно обращайтесь по номеру 103 за медицинской помощью.
без посещения, без самостоятельного посещения медицинских учреждений, что тоже поможет снизить риск вообще распространения коронавирусной инфекции. И также хочу добавить, что у нас есть служба поддержки пациентов. Вы можете в рабочее время с 9 до 6, с часу до 2 обед, звонить по телефону 2 12 02, где ответят на все ваши интересующиеся вопросы. И также в телеграм-чате есть группа ЦРБ Потакара называется, да? Или ЦРБ Бухаржрау. Я точно не помню, если вы наберете первую букву 3 ЦРБ, выйдет эта группа, можете обратиться в онлайн-приемную акимата Бухаржрауского района, мы можем вам скинуть туда ссылку, где также можно в течение вообще 24/7 задавать вопросы.